Мемлекеттік бағдарламаға қатысу кезінде міндетті түрде 5 жыл көлемінде атыңызда Қазақстан Республикасы бойынша мүлік, яғни жылжымайтын мүліктің болмағандығы туралы анықтама сұрайды, справка сұрайды. Атыңызда үй жоқ деген. Оны біз алу үшін YouGov Mobile, яғни YouGov.kz сайтының мобильді приложениесін пайдалансақ болады, немесе YouGov.kz сайтынан электронды цифрлы қолтаңба арқылы алсақ болады. Егер мобильный приложение арқылы, мобильді приложениені қолдану арқылы ала алмасаңыз, өзіңіз үйренген YouGov.kz сайтынан аласыз. Электронды цифрлы қолтаңбаның аут ключін таңдау арқылы сайтқа кіресіз, сізде главная страница ашылады. Осындай дәл сурет видеода көріп тұрғаныңыздай недвижимость бөлімін басасыз, яғни қазақ немесе орыс тілін өзіңіз таңдайсыз. Бірден сізде ашылған страницада бірнеше қызмет түрі көрінеді. Қараңыз, сол жақ бұрышында покупка, продажа, аренда, жилищные отношения, жилищные коммунальные хозяйства, земельные отношения. Оның покупка, продажа, аренда бөлімінде сіз өзіңіздің атыңызда үй жоқ деген анықтама ала аласыз. Қараңыз, міне бірінші тұр. Предоставление сведения об отсутствии недвижимого имущества. Басасыз. Заказать услугу онлайн. Оң жақ жоғарғы бұрышында тұрған қызғылт сары батырманы бас. Біз анықтаманы алу үшін өзіміздің электронды цифрлы қолтаңбамыздың екінші кілтіменен подписать ету керекпіз. Физлицо ретінде бізде RSA кілтіменен таңдаймыз кілтін, пароль құпия сөзді енгіземіз, одан кейін открыть и подписать батырмасын басамыз. Анықтаманы алуға сізге көп уақыт керек емес. Сіздің өзіңізге және балаларыңызға алатын болсаңыз, максимум 5 минут немесе 15 минутқа дейін созылуы мүмкін. Қазақ немесе орыс тілінде сіз ала аласыз. Сіздің атыңызда ешқандай үй тіркелмеген болса, бұл анықтама сізде пустой шығу керек. Ал егер атыңызда 5 жыл көлемінде үй тіркелген болса, ол сіздің анықтамаңызда міндетті түрде көрініп тұрады. Егер сіздің атыңызда тіркелген ешқандай да үй, квартира, жер үй болмаса, яғни мүлік, сізде анықтама осылай пустой, бос шығуы керек. Анықтама қамтылған мәліметтер берілген сәтінде жарамды болып табылады. Яғни бұл анықтама бір күнге ғана береді. Сіз құжат тапсыратын күні ғана бұл анықтаманы алу керексіз. Бірінші, жылжымайтын мүлікке құқықтар тіркелмеген деп жазылып тұр. Яғни сіздің атыңызда ешқандай мүлік тіркелмегендігін бұл анықтама растап тұр.